Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға сәлем бердік. Барлықтарыңыз білесіздер, көбісі менің эфирімді қарап, қадағалап отырады, видеоларымды көріп отырады. Бүгін қазір мен жұмыстамын, Англияда. Бізде қазір брейк, обед уақыты. Соған орай видео жазып отырмын. Осы обедте отырған кезде тиктогымды ашып, комментарияларды оқып отырмын да. Сол жерде жазылып тұр да, мынандай сұрақ оқып қалдым. Ақтай ма, барған пайдалы ма деп айтады, жазып жатыр да. Ақталмаса, пайда болмаса, мен осылай 4-ші жыл келіп жүрмем ғой деп отырмын да, соны айтайын деп. Қолым тимей жатыр, ертең выходнойда жақсы осы Англияға бару жолдарын, қалай неден бастау керек, сол туралы видео салатын болам. Қазір бізде брейк. Қазіргі жұмысты көрсетіп өтейін сіздерге, не істеп жатқанымызды. Мен алдында салған болатын тонмын. Біз клубниканың жапырақтарын жұлып жүрміз. Усики деген бар ғой, соны жұлып жүрміз, кесіп жүрміз деп. Бүгін бірінші брейкқа дейін соның клубниканың усиктарын жұлып болғаннан кейін екінші брейк біткен басталғанда қазір обед пропагация деген жұмысқа келдік. Пропагация деген ол малинаның 0-ден бастап отырғызуы. Сол біз 0-ден бастап атық, сол жерге алып келді. Қазір көрсетем қандай жұмыс жасап жатқанымызды. Міне мынандай көп тұрсыздар, мына жердің барлығы поля. Жан-жағымыздың бәрі поля. Бұл жерге малина отырғызады осы горшоктарға. Мынау жоғарыдағы мынандай үлкен болып өскенде мынау сымға байлайды. Қазір бұның мақсаты неде, қалай істеп жатыр? Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мынау горшоктың ішіне не салады? Топырақ салады. Топырақ престелген. Мынау қазір жаңбыр тиіп, мынаған су құйылған, бұл өскен. Мынау су құятын дүниесі, мынаған тақып қойғанда су құяды. Мыналар негізі мынандай кішкентай ғана болады. Мынаны тықады, сол кезде су құйылады. Құйылған кезде мынандай болып өседі. Енді бұл әлдеді қатты, көрдіңіздер ма? Бұны жұмсартып жатырмыз біз. Үстіне осындай горшокты қоямыз да, шайқаған кезде мынандай болып жұмсалады, жұмсақ болады, көрдіңіздер ма? Міне мынандай болып жұмсақ болады. Соны дайындап жатырмыз біз қазір. Осыдан кейін отырғызылады, егіледі малина кішкентай. Егілгеннен кейін қайтадан мынандай нелері, суаратын дүниелері кигізіледі. Осындай жұмыс жасап жатырмыз. Барлықтарыңызға қызықты болды деп ойлаймын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Осындай жұмыс жасап жатырмыз. Барлықтарыңызға сау саламат болыңыздар.